Армысыздар, құрметті көрермендер. Уақыт ТВ арнасы ұсынады. Парламент Мәжілісінің жалпы отырысында Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік жастар саясаты мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы екінші оқылымда мақұлданды. Мәжіліс әйелдердің 61 жаста зейнетке шығуын бекітетін құжатты мақұлдаған болатын. Депутат Жәмила Нұрмағамбетованың айтуынша, заң жобасы мемлекеттік жастар саясаты саласын жетілдіруде қоғамдық қатынастарды кешенді реттеудің тиімді бағыты болып саналады деп есептейді. Заң жобасымен жұмыс барысында депутаттар жастар ұғымының жас шегін 29-дан 35 жасқа дейін ұлғайтуға бағытталған түзету енгізді. Сонымен қатар 1,5 жасқа дейін ұлғайту, яғни бала күтімі бойынша ең төмен базалық зейнетақы мөлшерін ең төмен күнкөріс деңгейін 70%-ға дейін, ең жоғары базалық зейнетақы мөлшерін 120%-ға дейін дәйекті түрде жеткізу. Сонымен қатар 61 жас деңгейіне бекіту, сондай-ақ жасына байланысты зейнетақы төлемдерін есептеу үшін табыс шегін 46 еселенген айлық есептік көрсеткіштен 55 еселенген айлық есептік көрсеткішке ұлғайту ескерілетінін айтып өтті. Сондықтан баланың 1,5 жасына дейінгі күтіммен балалардың, әйелдердің 61 жас деңгейін бекіту бұл жақсы жаңалық болып есептеледі.